Сәлеметсіздер ме, құрметті қазылар алқасы. Мен нөмірі 49 жалпы орта білім беретін мектебінің 8 А сынып оқушысы Жұматай Нұртас. Менің таңдаған тақырыбым жеке жасудың интеллект жаттықтырушысы болашақ мамандығы. Қазіргі заманда ақпарат өте көп, ал адамдардың уақыты аз. Күн сайын біз телефон, компьютер, түрлі бағдарламалармен жұмыс істейміз. Сондықтан әр адамға жеке цифрлық көмекші қажет. Жасанды интеллект адамның жұмысын жеңілдетіп, уақытын үнемдеуге көмектеседі. Жеке жасанды интеллект жаттықтырушысы бұл адамның цифрлық көмекшісін баптайтын маман. Ол адамның әдеттерін талдап, соған сәйкес ақылды кеңестер береді және жүйені үнемі жетілдіріп отырады. Бұл маман жеке жасанды интеллект жүйесін орнатады, пайдаланушының деректерін талдайды, ақылды кеңестер береді және цифрлық қауіпсіздікті бақылайды. Бұл мамандықта бірнеше маңызды технологиялар қолданылады. Олар машиналық оқыту, деректерді талдау, бұлттық технологиялар және алгоритмдер. Осы технологиялар арқылы жасанды интеллект адамға көмек көрсетеді. Жасанды интеллект көптеген мәселелерді шешеді. Бұрын адамдардың уақыты жетпей, ақпарат көп болып, жұмысын ұйымдастыру қиын болатын. Ал жасанды интеллекттің көмегімен жоспар дайын болады, жеке көмекші пайда болады және барлық жұмыс реттеледі. Бұл маманға логикалық ойлау, шығармашылық технологияға қызығушылық және жауапкершілік сияқты қасиеттер қажет. Бұл маман болу үшін алдымен мектепте жақсы оқу керек. Одан кейін IT колледжде немесе университетте жасанды интеллект мамандығын меңгеруге болады. Жеке жасанды интеллект жаттықтырушысы білім беру, медицина, бизнес және жеке кеңес беру салаларында жұмыс істей алады. Болашақта әр адамның жеке жасанды интеллект көмекшісі болады. Сондықтан бұл мамандыққа сұраныс жоғары болады. Бұл салаларда жоғары табыс табуға және қашықтан жұмыс істеуге мүмкіндік бар. Назарларыңызға рахмет.